Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Мына ситуацияны қарастырайық біз. Бұл ситуацияда бізде қараңыздар, құрметті оқырмандар. Мына жерде жүк көлігіміз тұрған жол басты жол болып саналады. Себебі ол жерде басты жол деген белгі тұр, иә. Ал жасыл автокөлігіміз тұрған жер ол тоже басты жол болып саналады. Себебі ол жерде де басты жол деген белгі тұр. Енді қараңыздар, құрметті оқырмандар. Мына скорый помощь, жедел жәрдем көлігі тұрған жерде не тұр? Жол бер деген белгі тұр. Значит, ол екінші дәрежелі жолда тұр деген сөз. Енді қараңыздар. Жүк көлігі солға бұрылайын деп тұр. Жедел жәрдем көлігі солға бұрылайын деп тұр. Жасыл автокөлік тура жүрейін деп тұр. Қай көлік бірінші жүреді енді? Әрине, мына ситуацияда ең бірінші болып жүк көлігі жүру керек. Себебі жүк көлігі басты жолда тұр, және жасыл автокөлікте басты жолда тұр ғой енді. Бірақ екеуінен басымдылыққа ие болады жүк көлігі. Себебі жүк көлігі жасыл автокөлікке оң жақтан кедергі болады. Сол себепті де ол бірінші жүреді. Жүк көлігі бірінші жүреді, одан кейін барып жасыл автокөлік, сосын барып жедел жәрдем көлігі солға бұрылады. Келесі ситуацияны қарастырайық. Міне регулировщиктің осы ситуациясында осы тұрған несінде, положениесінде сіз қалай жүресіз? Мына ақ көлікке жүруге рұқсат па? Әрине, ақ көлікке жүруге тыйым салынады. Мотоциклге жүруге рұқсат па? Әрине, рұқсат. Міне мотоциклге осы регулировщиктің, реттеушінің осындай тұрған кезінде сіз тура жүре аласыз осылайынан. Немесе оңға бұрыла аласыз. Мына жерде тура жүрейін деп тұр, мотоцикл бірінші сол жүреді, сосын барып ақ көлік жүреді. Мына ситуацияны қарастырыңыздар, құрметті оқырмандар. Көп адам ойлайды, мына жерде мынау көлік жол беру керек деп. Олай емес, себебі бұл жерде бұл қиылыс деп санайық, мынаны. Сол кезде оң жақтан кедергі болып табылады. Мына қызғылт түсті автокөлік мотоциклге оң жақтан кедергі болады. Сол себепті мотоцикл оны өткізу керек. Бірінші қызғылт түсті автокөлік жүреді, сосын барып мотоцикл жүреді. Келесі ситуацияны қарастырайық, құрметті оқырмандар. Бізде міне осы белгілерді естеріңізде сақтап алыңыздар. Мына белгіні көп адам түсінбейді. Ол міне басты жолдың схемасы, ол қою сызықпен басты жолдың схемасы белгіленеді. Түсініп алыңыздар соны. Енді қараңыз, мына ситуацияда мотоцикл тұрған жер ол екінші дәрежелі жол, иә. Мына көк автокөлігіміз тұрған жерде екінші дәрежелі. Яғни бірінші болып мына жерде қайсысы жүреді? Бірінші болып қызғылт түсті автокөлік жүрейін десе, оған кедергі көк түсті автокөлік. Сонда трактор, то есть трактор бірінші жүреді, одан кейін барып қызғылт түсті автокөлік, сосын барып көк, сосын мотоцикл. Түсіндіңіз ба? Себебі оң жақтан кедергі. Мына жерде қараңыздар. Жол бер деген белгі тұр. Енді қараңыз. Мына жерде қызғылт түсті автокөлік тек тура жүре алады, иә? Тектіке деген белгі мынау. Тектіке қозғала алады. Ол басты жолда тұр. Яғни ол бірінші жүреді. Сосын барып мотоцикл жүреді, сосын барып қызғылт түсті автокөлік. Құрметті оқырмандар, мына ситуацияны қараңыздар. Бұл тең дәрежелі қиылыс, иә? Реттелмейтін қиылыс. Екі жолда бір-бірімен тең. Сондықтан да бірінші болып бұл жерде трамвай жүреді. Одан кейін барып тең дәрежеде білеміз, трамвай всегда бірінші жүреді. Одан кейін барып көк түсті автокөлік, сосын барып қызғылт түсті автокөлік жүреді. Себебі оң жақтан кедергі болып табылады. Келесі ситуацияны қарастырайық. Мына ситуацияны қараңыздар, иә? Бұл қиылыс. Бұл жерде мына жасыл автокөлік бірінші жүрейін десе, оған кім кедергі болады? Қызыл түсті автокөлік. Себебі екеуі де басты жолда тұр.
ақ түсті автокөлік екінші дәрежелі жолда тұр. Сонда бірінші болып қызыл түсті жүреді, одан кейін барып жасыл, сосын ақ түсті көлік. Осылай түсіне алыңыздар, құрметті оқырмандар. Назарларыңызға рахмет.